Кеш жара достар, армысыздар ұлттық арна көрермендері. Жайдарманның жастар маусымындағы алғашқы айналым ойындары өтуде. Ширек финалға жолдама алған 6 команда белгілі. Кейбірі өздерінің ерекше ойынымен жеңіске жетсе, кейбіреуі мол тәжірибенің арқасында ширек финалға жолдама алды. Айта кететін жағдай, барлық командада жеңіске деген жігер, мақсатты сондай бір өздерінің ойындары бар. Бүгінгі сайыста сондай тартысқа толы ойын болады деген үмітіміз бар. Ендеше Қазақстан КВН одағы республикалық жоғарғы лига 8-ден 1 финал, 3-ші топ, бар жанрды жаулаған Жайдарман ашық. Республикалық жоғары лига ойындарына қолдау көрсеткен үшін Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатына алғысымызды айта отырып, маусымның алғашқы айналымдағы 3-ші топпен таныстыруды бастайын. Ортада алғаш рет жоғарғы лигада Қазақмыс ұлттық компаниясы, Қарағанды облысы, Сәтпаев қаласы, Сәтпаев құрамасы. Былтырғы жылы жоғары лига ойындарының күміс жүлдегері Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті Оқымпу құрамасы Шымкент. Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты Ару.кз, Арқалық Қостанай облысы. Алматы қаласы Тесо.кз компаниясы, Тесо.кз Алматы. Былтырғы жылы жоғары лига ойындарының финалист атанған тағы бір топ Маңғыстау облысы, Боранқұл құрамасы. Тағы бір жоғары лига ойындарының қатысушысы Семей қаласы, Элемент Семей. Ал енді осы 6 команданың қайсысы ширек финалға жолдама алады, оны бағалайтын қазір алқасымен таныс болыңыздар. Құрамында Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатының атқарушы хатшысы Дәулет Кәрібек. Танымал тележүргізуші Дана Нұржігіт. Сатирик соңғы кезде жастардың арасында танымал болып бара жатыр Көпен Әмірбек. Қазақстан ұлттық арнасының директоры Еркін Мұхамеджан. Және халықаралық КВН одағының чемпионы Еркебұлан Мырзабек. Ойынның жалпы тақырыбы біздің уақыт, сәлемдесу, сұрақ жауап және көрініс, командалар сәттілік. Бүгінгі сайысқа түсетін 6 команданың 3-і тікелей ширек финалға жолдамалады, және де келесі сайыста да осындай жағдай. Жалпы осы 4 топтан 3-тен команда ширек финалға жолдамалса, тағы бір 3 командаға қазір алқасы және ұйымдастыру алқасының шешімімен 3 командаға ширек финалға жолдама берілетін болады. Сәлемдесу ортада Сәтпаев құрамасы. Алдарыңызда Сәтпаев құрамасы жоғарғы лигада алғаш рет. Құрмет достар, алдарыңызда Сәтпаев қаласынан келген Сәтпаев құрамасы Жайдарман тобы. Ал Сәтпаев орысшадан аударғанда 4-тен 1 ширек финал. Жігіттер, бүгін маңызды ойын. Маңыздылығы соншалықты, бүгін біз соңына дейін ойнау керекпіз. Мұрнынан қан аққанша. Дұрыс айтасың, әділет, солай. Не дұрыс айтасың, сен мұрнынан қан ағып жатыр деймін.
Бар, қайт үйіңе, болды. Менде ақша жоқ, бар ма? Бар, қараш, бар ма біреуде ақша? Жоқ. Менде бар жігіттер ақша. Онда бар, сен қайтасың үйіңе. Жігіттер, сенбейсіңдер, кім звондап жатыр? Әділ қазалқалардың төрағасы Көпен атан өзі звондап жатыр. Мен қазақша дұрыс сөйлей алмаймын, алшы сен біреуің. Жоқ, сен біреуің, алшы сен. Алшы біреуің, залыңдашы. Алло, Я Көпен ат, алло. маған бір пицца, Кешіріңіз, бұл пиццерия емес қой. сосын кола. Пицца, кола. Сосын, айта беріңіз. Бүгін бізде не жаңағы 100 теңге төлесеңіз увеличенный меню. Анау сырный соус қосатын ба? Иә, дәл өзі. Мекен жайды жазып ал. Айта беріңіз. Жаздың ба? Иә, жаздық. Енді не істейік? Мыжымай бастаңдар айналайындар. Мыжымай бастаңдар. Болды, Көпен ата, бастаймыз мыжымай. Алдарында Сатпаев құрамасы, біз бастаймыз. Жайдарман халқы миллион, танымал миллиард әлемге. Отырғарнада жасырдың кеші, сен атауын білесің бе? Сенсіз Жайдарман, сенсіз Жайдарман. Алдарыңызда өмірі жоғарғы лигада ойнап көрмеген Сатпаев құрамасы сіздердің қолдауларыңызды күтеді. Кеш жарық Астана! Төрттен бір ширек финалға өтіп жатсақ, битетін сатып аламыз өзіміз. Түнгі сағат 11 Сатпаев қаласының аулаларының бірінде. Білән, е? Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Таңертең жұмыс, кетіңдер. Бізде де жұмыс, кет өзің. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Қаз кетпесеңдер өзім шығам. Шықшы, түріңді көрейікші. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арай. Мынау қайсы тағы, кетіңдер деймін. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Көпен әдейін кім? Ортада отырған кісі ғой. Сіздің заказыңыз жаңа. Таңғы сағат 6 бір түрлі ерегіс. Дос, қайда ет? Мен өлем біткен тоқтайын ба десен? Қай тартқы? Анау әлі теуіп үйленбеген ғой. Қайырлы таң, жігіттер. Қайырлы. Сен ба мен қарындасымның артынан жүгіп жүрген? Мен. Сен кішкене жылдамдығынды азайтсайшы, үйге ентігіп келеді күнде. Күліп тұр ғой бізге. Мен ойыншық көріп тұр ғой. Мен толық болған ойыншық деп ойлай ма? Сен мен ойыншық көріп тұрсың ба не? Я люблю тебя. Баспаңдаршы. Я люблю тебя. Баспаңдаршы деймін. Ойнамаңдаршы, батарейкс отырып қалады, соңына дейін керек. Баспаңдаршы. Шешсай осында. Жігітше шешейік онда. Бүйтек сенен бір боец, менен бір боец. Мен жігіттерімде байет жоқ, бәрі қарапайым жігіт. Менде бар ғой. Сенде бар ма? Шешейік, екі байет. Жігітше. Тоқта. Қайда жүрсің сен? Кешік бол мен. Ертерек келмейсің ба, қуасың ба? Тоқта. Жігітше ма? Жігітше. Бірге бір. 110 килограмм. Елу. Кел. Әділет. Я люблю тебя. 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 Мен де сені. Соңында бүгінгі ойын тақырыбы біздің уақыт.
Құрметті көрермендер, құрметті әділ қазалқалары, Сатпаев құрамасы жоғарғы лигада мүлдем өнер көрсетпеген. Бізге осындай үлкен бақ түсіп тұр. Біз сол бақты қолымыздан жіберіп алмауымыз керек. Ойынға бірінші есен керек, барлығын басқарушын. Сонан соң ойынға қазы керек, бағасын беру үшін. Қазыға бірінші дана керек, ойынға сән беру үшін. Сонан соң қазыға еркебұлан керек, ой пәлей бүйту керек. Бүгінгі қазға нұр дәулет келімет, элемент өту үшін. Төртінші дәулетпен еркін керек, қашанда биік көретін біз басқадан. Көпен ата, ең жақсы адам. Алдарыңызда болған Сәтбаев құрамасы, рахмет. Рахмет Сәтбаев құрамасы. Қазақстан КВН одағы атынан Қазақстан ұлттық арнасына алғысымызды білдіреміз. 10 маусым бойы Жайдарманды қолдап келе жатқаны үшін. Жалғастырамыз. Оқымпу құрамасы Шымкент. Мектептеріне қарағанда тойханалар көп қаладан келдік. Қайырлы кеш Астана. Құрметті достар, біздің команда тура біздің үкімет сияқты болып баратыр. Біраз адамдардың орны ауысып, кім қақа кеткен білмей, миымыз ашып атқан кезде 2-3 адам отставкаға кетіп. Ойлы, кімдер бұлар? Бұғыларым ғой, бұғыларым. Өсірақ танымадыңызда не қарасаңыз, оқымпу форма киіп ағамыз ғой, үстімізге оқымпудың формасы. Кім кимей отыр ол форманы? Форма туралы айтпашы маған. Форма демекші, қыздар, рахмет. Мұнамен шығып берген сіздерге де. Форма демекші екеуіңде форма екен? Қаяқтан келіп жатсыңдар? Біз екеуміз Олимпиададан келедік. Қандай Олимпиада? Мынау Олимпиадаға барамыз еді. Сөйтіп екеуміз өйстіп киініп алдық. Екеуміз киініп алдық, сөйтіп барсақ, математикадан Олимпиада екен. Сөйтіп бірінші орын алдық. Ана жерде жүргендер есеп шығарамайтын болып тұр ғой сонда? Жоқ, олар күрес алмайды. Екеуің күрескенше барып есеп шығарып, өз күштеріңмен алып көрмедіңдер ме бірінші орынды? Оған қақтан аласың оны. 4-ші класстың есебі жаман қиын ғой қазір. Құрметті достар, танып тұрсыздар ма жалпы? Көпенада танып тұрсыз ба бізді? Мені танып тұрсыз ба мені? Шәуілдірденбіз ғой екеміз, жерлеспіз. Екеміз де Шәуілдірденбіз, Құмдауыл. Бірінші сатира әзіл-сықақ жағында Шәуілдірде сіз тұрасыз. Екінші Шаншардағы Уәлибек көкем. Онан кейін Жүсіп Ақшұра. Төртінші мен тұрам Көпенада. Бесінші бүкіл Шәуілдір тұрады. Енді Көпенада қалай түсінетіңізді білмеймін, бірақ үштікке кіргім келіп жатыр Көпенада.
Ендеше үйінде жарығы сөніп қалса, міндетті түрде көршінің үйіне барып бір тексеріп келеді шымкенттіктер, ұлттық арна үшін. Достар, сонымен көреміз, тым мақтан алмайтын әке үйінде. Қаншадасың? Жасың қанша сен? 20-да? Мен сенің жасыңда темекі тілме басып өшіретін, білесің ба? Көпен Әмірбек атамыз аптека ашса қалай болады екен? Сонымен Көпен фармда. Көке, үстіме темір ет шығып кетіп еді, не істесем болады? Үстіме темір ет шығып кеткен еді, не істесем болады? Ай балам, күлкі адам өмірін ұзартады дейді. Мен кітаптарым. Не істеймін бұн көке? Өртеп майын жағасын. Көбінесе басымыз қосылғанда карт ойнап арасында саясат айтып уақыт өткіземіз. Сонымен екеуін де бірге жасап, карта сөзінің орнына үкімет сөзін пайдалансақ қалай болады екен? Тарат үкіметті. Таратсың да шымағында. Берсей? Болады кезінде. Мына карттан араластырмағасыңдар ма не? Алдың карттан бәрі қайтып кепті ғой? Басы тарат дедіңдер ма? Тараттық қой. Ал жүрші ал мақыл. Бас. Міне. Мынауың баспайды сенің? Немең баспайды, күзір ғой? Бұл баяғы күзір, қазір күзір ауысқан, баспайды мынауың. Немен алдық күзірін бәрін жинап отырмын онда мен? Білмеймін, көтер. Көтердім ал. Нанның бағасы. Нанның бағасы көтерем. Бензиннің бағасы. Бензин бағасы көтерем. Көп балалы аналардың жәрдемақысы. Көп балалы аналардың жәрдемақысы. Көтереміз енді, амал жоқ енді. Оны да көтересің ба не? Енді қолымызға жақсы карталар жинап алайық, көзірлер. Одан кейін мұж біляқты жібере салам, ойнай берсей. Онда мен мұғалімдердің айлығы. Қолыма симайды ол. Жігіттер, мен карта ойнамаймын. Көрсетшіген не бар? Көрсетші нан. Не бар қолыңда сен? Мұнан қолында екі тұз бар ғой? Тұз бар ма не қолыңда? Бас тастаса болды ғой. Жігіттер, мен де ойнай алмайтын ем. Не бар сен қолыңда? Полный күзір менде. Не істеймін? Білгеніңіз істесей. Құрметті Есін аға, мынау былтыр біз вице-чемпион болған кезде алған медальдар, екінші орын медальдары, сізде тұра тұрсын. Өзіміз келіп, қайтып, еңбектеніп аламыз. Сізден чемпиондық сұрап тұрған жоқпыз, өзіміз медаліміз қайтып берсеңіз болды биыл. Бірақ биыл аламыз ба, келесі жыл аламыз ба, 10 жылдан кейін аламыз ба, бірақ біз аламыз осын, Есін аға. Құрметті достар, маусымда соңына дейін таныса жатармыз. Оқынбы құрамасы енді тілектес болыңыздаршы. Рахмет. Бәрекелді жалғастырамыз. Тесо KZ компаниясы, Тесо KZ Алматы. When I see you, I would out of words to say, I wouldn't need you. Shit, what kind of way? When I say, yeah, I don't wanna see you. Quack, quack, quack. I'm the neighbor on the Qaeda. I see you in the club. Name is summer, I'm always the fit my shoe. They're so beautiful. They're so beautiful. Қанша қатын қосқан әнің Доғар болды. Есқара, осындай майда-майда әзілдермен, көрермендерге ұнағанмен, қазылар алқасына ұнамай қаласыңдар ғой? Қорқытпай ма өздеріңді? Бұндай әзілдер болмайды. Сабырлы, салмақты әзіл ойнау керек. Бұзылып баратсыздар негізі. Дұрыс айтасың, Бега. Біз бұзылып баратырмыз. Негізі сенен бұрын айтайын деген сол бұзылып баратырық деген әңгімен ше. Сосын өзімнің бұзылып баратырық деген әңгімеме қосылам мен. Не қылып жібердің Есқара? Не қылып тастадың ана жерде? Ойбай, я, Бега.
Дұрыс айтасың, бізге рухани күш керек, сондықтан көмектесші бізге. Енді сахнаның ортасында айтпайтын шығарсың ондай нәрсені. Бір дастарханды жайып, шайдың үстінде айту керек шығар бұдан кейін. Ой, ол түк емес. 90 түрлі тамақ жоқ. Тоқетерін айтыңдар. Ойбай қазан, ой қазан, ортамызға кел қазан. Мә? Бәрі дайын екен ғой бірден, ә? Біздің компания бай. Отыр. Қарындас бәрін әкепсіз, енді қышқылдау бір тұз болса, тұз бар ма? Тұз бар менде. Тұз бар, король де бар, валет бәрі бар екен, ұттым мен. Ойнамай мен картаны бәрін жинап алыпсың, жаптым мен картаны. Жаппа картаны аш. Біз әлі жеңілген жоқпыз. Жауынгерлер, картаны ашыңдар. Дәл мына жерде жау. Одан кейін қалың орман бар. Орманда тек қана аю емес, қасқыр да бар. Мына жерде түлкі бар, мына жерде күлкі бар. Мә, ақша, капитал жей ғой. Рахмет, 200 теңге ма? Иә, 200 теңге. 200 теңге платеж істемей тұр, аға, терминалға барып 500 теңге тұтастасаңыз. 500 жоқ менде, 500 бар ма? 500-ге берші. 500? Бұл Opel'ді 650 деп тұр мен. Өй, шаршағын ғой, әбден көрініп тұр ғой көзге. Шаршағын. Шаршамаған қара, 3 баллон ауыстырасың, 21 мың болады. 3 баллонға 21 мың қалай жеткізем? 3 балаға 21 мың қалай жеткізем мен 3 балаға деп жеткізем деп жеткізген анамызға мың алғыс дей келе, анамыздың құрметіне апау сенің арқаң әні. Ақшашты көрдім апау самайыңнан, байқадым терең әжім маңдайымнан сипап өткен самалды. Тоқташ, доғарша, не өп кетті мынау ес қара? Неге кетіп қалдым, шатасып кеттік қолаңыз? Басында команда қалам, жұмыс қалам деп отырын ғой? Ойбай, бега кеші, ұмыт кеттім ғой. Жүзік дастархан басына барып әңгімелесейік. Қанда тұз бар ма? Болды. Олай болса, ойымыздың басын Көпен Әмірбек ағамыздың ұялы телефондағы ең күшті музыкамен бастаймыз. Алғашқы әзіл, мүлдем жақсылық тілей алмайтын әже. Ай, бәрекелді айналайын, рахмет балам. Ертең азанда тұрғанда тобығың шығып кетсін. Барлық телефондарда зарядчик деген ұғым болмаса қалай болатын еді? Өлдің ау. Әпше, тағы бір айфон беріңізші. Ауылдық футболдағы ең үздік гол. Бас. Мәке, қарасаңызшы. Жалғастырамыз. Рахмет. 17-ші ғасырдағы электрик. Сіздер светтің ақшасын төлемепсіздер ғой. Құрмет достар, барлығымыз білеміз, Төреғали Төреәлі кезекті бір концертінде кішкентай баланың аузынан түкірген болатын. Сонымен Төреғали Төреәлінің аузы құрғап қалса. Аға, мен орнына отырып берейін, келгенде айтыңыз, я? Рахмет. Көпен Әмірбек атамыз кезекті бір сұхбатында журналистке мынандай сұрақ жауап берген екен. Мен негізі жеңіл әзілдерге онша қарным ашатта менің. Бұлайымша салмақты қоғамға қатысы бар дүниелер болса, от сөгізде тоям мен. Құрметті қазылар алқасы, жатарға жеңіл тамақ жеп жатқан дұрыс. Енді еттен кейін де сорпа ішкен дұрыс шығар. Тесто кезет, Алматы. Жалғастырамыз. Кезекті сәлемдесу. Біздің уақыт Ару кезет, Арқалық.
мына көбісі біздің түрімізге қарап, мына қыздар нағыз қатын болатын қыздар дейді. 3 жыл болды, әлі жүрміз ғой. Қалай сонда қатын болатын қыздар? Сонда не бізді көре салып бірден жұмсағысы кеп, үйінің шаруасын істетіп алғысы келе ма не? Білмеймін ғой, бірақ сен түріңе қарсаңдай сиыр саудырып, бұзаудың басын тарттырып, реті келсе Гүлсара қораның артын сылайсаш дейтін сияқты. Қалай сонда қораның артын сылайсаш? Тұратыш, мынау жігіттер үшін қыздардың 2 түрі бар дейді. Біреу баратын қыздар, екінші алатын қыздар дейді. Мынау біздер алатын қыз болармыз. Әзірге баратын жерлеріңе барып келіңдер. Қалатын қыздар болып қалмасақ болды ғой. Құрметті жігіттер, сезіп отқан боларсыздар, бір қыздарға ұсыныс жасағанда өтінді тізерлемей қойыңдаршы. Жоқ, оны еркекше айтса да болады ғой бұлай. Жоқ, қазірден бастап тізерлесіңдер, ертең мен бір бала туып берсем еңбектеп кетеді жасындар. Айгерім, оның үстіне бар ғой, қазір нағыз еркек қалмаған ғой. Алдында бір походқа шыға қоймаймыз ба? Бір қой соятын еркек таппай қалдық қой. Ана жерде қайта абырой болғанда бар ғой, бір намыс қой, бір жігіт бар екен, білегін сыбанып жүріп магазиннен окорочка алып келді ғой. Мен мана әңгімен басында арқалық туралы айтамын дедім де, әңгімен бытшын шығып кетті ғой. Қойшы, арқалық туралы айтпай қойшы, кімге қызық дейсің ғой? Өзімізге де қызық емес қой. Оның үстіне қазір адам аяйтын заман емес. Лайк басып өтіп кететін заман. Біздің арқалықта жеребе тастау деген түсінік әлі күнге дейін бар. Күшті емес пе? Бір-бірімізге барып, шай ішіп, қонаққа шақырамыз. Бірақ оның бір жаман жері бар ғой. Жасаған салаттарың рецепт тез тарап кетеді. Айтпақшы, құрметті астаналықтар, сіздер итін тісі салғанда тиынмен қырып салмайды екенсіздер ғой, Өткенде бар ғой, менің бір танысым iPhone алды да. Бәрі құттықтап жатыр, дос, құтты болсын, қайырлы болсын деп. Оны құтты болсын деп айтатындай, ол қандай дәрежеге жеткен деймін да? Комсомолға өткен адам ұқсап. Жоқ, мен түсінемін, оны абай оқуына қатысып ұтып алса бір жөн да. Оның бар жеткен жетістігі жұрттан қалмайын деген талпынысы. Арқалыққа келген комиссияның жүретін жолы мен тойда болатын картердің жолының бағыты бір. Енді мынау комиссия той күні келсе, ол екесе қуанып кетеді. Неге? Енді ойласай, мұғалімдердің бөлмесінде отырып ет жегеннен гөрі, тойда отырып, анау асабалардың болмайды бір ескі анекдоттарын естіп, шанышқымен ет жеп отырса жақсы емес пе? Айгерім, сен біздің өзіміздің қаламызды жамандап тастаған жоқсың ба? Жоқ, Гүлсара, ел деген болады. Ол мынау адамдар. Сосын жұрт деген болады. Әр адамның туып өскен туған жері. Жері да, топырақ, территория. Түсіндім, айта берші. Түсінсең, соны жұрт дейді. Сол жұртым үшін ғой манадан шырылдап тұрған. Қыз жат жұрттық деген бар емес пе? Қайдан білесің, өзіміздің торғайдың жігіттеріне күйеуге шығып кетсекші? Кетейік. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен жан жағын бақылап, блокнотқа жазып жүретін ару кезет арқалық. Дидарласқанша. Сәлемдесу біздің уақыт ортада элемент Семей. Тағы да келді Семей
Ресейліктер соңғы маусым бақсауға, Жайдарманда болмапты ғой чемпион семейлік құрама. Не істеп жүрсіңдер сендер? Айгерім қайда? Қалай түсіндірсек болады? Айгерім ауыр қалды. Қалай ауырып қалды? Сен бей тұрсың ба не? Кәдімгідей ауыр қалды Айгерім. Әне. Айгерім тұр орныңа. Бүгінгі қарсыластар кімдер? Тесо KZ, Ару KZ. Тоқташ, сенен сайттарда емес, командалардың атауын сұрап жатыр. Елдер. Шалқар, бүгінгі ойынға бірденге дайындадың ба? Иә. Құрметті достар, біздің Шалқарда дүниеге келмес бұрын 2 таңдау болды. Бойы ұзын әдемі жігіт болу немесе керемет вокал. Менде ән. Бізде футбол бар сияқты, парақорлар жоқ сияқты. Осы біздің елде неге бәрі сияқты. Байқағандарыңыздай біздің Шалқар тек қана шындықты айтады. Дұрыс қой, ішке адам шындығын айтады ғой. Елдер. Не оттап тұрсың сен? Сен менімен олай сөйлеспе. Біле білсе мен көп мәселелерді шешем. Қалай? Елбасын білесің бе? Иә. Мен ғой сол кісіні таңдаған. Оны бәріміз таңдадық қой. Жігіттер, Ау. микрофон істеп тұр екен ғой. Не айтып тұрсың сен, Айгерім? Өз сахнада тұрған есі дұрыс адам мен ғана сияқты ғой. Мә, есін аға мен шыдамаушы едім. Елдер. Бүгінгі ойында жеңіске жететіндей бірден кестедіңдер ма? Иә. Не істедіңдер? Боранқұлдың гримеркісін сыртынан құлтап кеттім. Басын сыйма сен. Енді халық Боранқұлдың әзілдерін көре алмайды ғой. Неге көре алмайды? Хабарла. Достар, көреміз. Кезінде жылқышы болып жұмыс істеген ағамыз үйінде баласын сабаққа дайындап жатыр. Аха, мына жерде ремень тақпапсың. Мүлдем түсінігі жоқ бала үйінде. Әке? Осы сен мамамен серьезно жүрсің бе? Үйбай, әйелім емес па, сүйем ғой. Жо, просто сенен аяғы ауыр екен де. Не айтпысың сен? Жо, просто серьезно болмаса басын ауыртпа қой деген ғой. Астананың кейбір көшелерінде осындай жағдайлар кездеседі. Кешіңіз, осы жерден Бәйтерекке дейін қанша уақытта жетуге болады? Машинамен 10 минутта барасың. Рахмет. Жаяу барсаң 20 минутта барасың. Аха. Егер Макгрегор сияқты барсаң 25 минутта барасың. Егер Майкл Джексон сияқты артпен барсаң, онда бір 30 минутта барасың. Егер классик ойнап барсаң, онда бір 40 минутта барасың. Егер Копенгаген сияқты барсаң, онда кешке бірақ жетесің. Егер капуэра билеп барсаң, онда бір 50 минутта жетесің. Саған нешеде бар керек? 9-да болу керек па? Копенгаген сияқты бара берсін шонда. Өзінің досымен бәстесіп, 7 жылға абақтаға отырып шыққан бала. Әкел 100 теңгені. Боевик киноларды көп көріп алған бала сабақта. Так, Нартов, сабақ айт. Мен саған ештеңкеде айтпайым. Нартов, не мен боевик кино көрмейді деп ойлайсың ба? Тұр орнына, қолды көтер тез. Мұғалім, сабыр. Көтер қолды. Айтасың ба? Бір қайталап алайыншы, мұғалім. Не? Бір қайталап алайыншы. Отыр орнына. Кешіңіз, кіруге бола ма? Мен сен келетінді білгем. Тоқтатыңдар болды. Сендер түк түсінбейді екенсіңдер. Қаншама рет айтса да бір уақыттардан кіріп, бір уақыттардан шығып кетеді. Отбасы құратын жасқа жеттіңдер ғой.
Шаршадым сендерден. Бұдан былай не істесеңдер де өздерің біліңдерші. Жігіттер ренжімеңдер. Бұдан былай менсіз. Негізі, қуаныштікі дұрыс. Кет қалған дұрыс болды. Олай болса. Құрметті көрермендер. Сен неге қайталап тұрсың? Ән. Осы маусымда ерекше сезім белгілі мақсат біздермен сезім Рахмет. Және соңғы сәлемдесу, осы топтағы соңғы сәлемдесу Маңғыстау облысы Боранқұл құрамасы. Не хабар Астана? Бір ай болды ойнамағымызға, бақандай бір ай. Жандарым. Сағынды қойсыздар, жандарым. Қазылар алқасы қарашпен. Дана ханым, сізді қалай сағындық? Дүбәрә өкпеттік қой сағын? Жандарым. Ойбай Нұрекем, мен бір ай болды ғой көрмегеніме. Тентек боқ балдым ғой мен. Ойбай, ит өкпеттік қой? Дүбәрә бұл сағындық қой? Сен ағам, жаным. Сенсіз бе? Қараңыздаршы, қандай керемет. Арпа ішінде бір бидай. Дана ханым. Нұрбол, не істеп өтсің сен? Қалай сөйлеп өтсің? Қалай сөйлеп өтсің сен? Жағымпаздан өтті қой енді. Жағымпаздан өтірік? Сен одан да өзіміздің тілмен жағымпаздан өршеш? Қош келдіңдер ал. Қош келдіңдер. Бәрін келсіңдер ал, біреуін қалмай қош келесіңдер. Әйтеуір сыйлап, дәм бөсін үй жатқан не істейсіңдер енді бәрі. Әйтеуір демалың мына жерде қазылар алқасы нәм бастарын кішірейтіп әйтеуір. Бізді көреміз деп келіп өт, сау болың. Исіне аман бұш. Сау болың. Аман бұш. Рахмет. Бәріңде аман болыңдар тек. Қараш, 4 еркектің ішінде бір әйел. Дана апа қалайсың? Дана ханым. Мынау біздің еркелеткеннің өзі ұрысып атқан сияқты. Дана ханым бір түрлі қарап. Шаршадым мен бар ғой. Ауылдан шықшы. Қалаға келдік қой. Қалада не жаңалық бар айтыңдаршы. Жаңалық болғанда кеші тобының қыздары өзгерді. Ол жаңалық емес қой, күнде өзгеріп отыр ғой. Жоқ, аттарын жаттап үлгере алмай жатыр ғой, қазір күнде өзгеріп жатыр, Кеші тобы болашақта біздің ойымша осындай болатын сияқты, қараш. Сен де кешуден айттың ба не? Қай құрамда айттың сен? Бүгін нешесі? Бүгін 16-сы ғой. Мен 7-сіндегі құрамда айттым ғой. 7-сінде мен де айттым ғой. Қойш, сен көрген жоқпын ғой мен. Әбетке дейін айттың ғой мен. Мен 3-тен 5-ке дейін айтып кеттім. Сендер ана кешу тобын өйтіп, не істемеңдер, жамандамаңдар. Сол қыздар міне қазір қазақтың ырымдарын көтеріп жүрген. Қазақтың ұмытылып батқан нәрселерін дәріптеп жүрген жалғыз қазақтың қыздары осылар қазір. Қалай сонда? Енді осыған дейін екінші әйел алу үшін ұмытылып бат еді, сол қыздар еске түсірді ғой екінші әйел. Ендеше бір әйел алмаса да екінші әйелдерін таңдап қойған Боранқұл! Құрметті достар, көреміз. Кезінде мектепте сабақта 2-мен оқыған әкім. Бітің Гуля, Әкім мырза. государственные дегенде 2 е бола ма, 2 н бола ма? Білмеймін, әкім мырза, өзім есеп шығара алмай өтмін жақта мен.
Достар, бәрімізге белгілі жетілақ ертегісі түнгі 12-ден кейін көрсетілсе, қалай болар еді? Кім? Мен Қасқыр. Мама, Қасқыр кетіп тұр. Кашуламай тыныш отырыңдар, таңға қарай келем, ема түсіндер ғой. Достар, көреміз, шабыты ыңғайсыз уақытта келетін батыр соғыста. Тыныш! Тыныш! Тоқтайшы. Тыныш. Міне бүгін келіп тұрмын. Соғысымның төріне ешкімде білдіртпейді біз сияқты соғысты. Біз сияқты соғысты, давай. Тоқташ. Мына айқа шайып кетті, бірден ойлап жүріңдерші, босқа соғыса бермейді алға. Достар, айтыста шай құятын қыздардың орнына аналарымыз құйса, қалай болар еді? Шегесін қисық қылып кіргізетін игига. Ей жандарым, айтып жатсыңдар ма? Мен ана жаққа вафли бәрін дайындап кеттім, бар үйіне болғаннан кейін бетім әлімен жауып кеттіңдер, сосын нан салып кеттім, 10 минуттан кейін астына аударып қойдым. Не жағаласып отырсың? Айтып отқан жоқпын ба? Қазір соғып тұрасың ғой, нан неше минуттан кейін алатын еді деп. Сосын отырасың, астын күйдіріп, қырып жеп түнде. Айтып отқан жоқпын ба? Шабытың тасып батыр ма әлде? Кеттім мен. Тұра, ескілтіп алшы. Қазір ескілтіп алшы. Болса ербеймай. Кез келген ортада әңгіме айтылса, сол әңгімені біле отыратын жігіттер болады. Мен сендерге бір өмірде болған жағдай етіп пе? Айтшы. Өмірде болған. Ақтөбеде екі апал сіңілі қыз болған ғой. Білем. Шымкентте ғой, айтшы қызықны, тыңдап түшті. Шымкентте. Шымкент ғой. Жағаласпаңдаршы, өзім айтам. Шымкентте апал сіңілі екі қыз болған ғой. Ана апасы ақ көңіл қыз дейді да, сіңілісі кішкене көкбетте болған ғой. Көкбет емес, мінезі нашар болған деп айтшы, тыңдашы. Мінезі нашар. Өзім айтам. Түш. Мінезі нашарлау болады ғой, сіңілісінің да. Бірдеме айқайласып кететін да. Сөйтеді де апасы тойға баратын болады да, сіңілісінің трикосын киіп алады ғой. Трико емес, шалбарын киді. Айтшы шалбар деп. Шалбарын киіп алады ғой. Шалбарын киіп алады да. Сіңілісі 38 киеді, апасы 40 киеді ғой. 39 ғой, 39. 39. Жоқ, маған мен білем ғой, айта берсін. Сол 39-да киіп алады ғой. Сыймай киіп алады да, мын жерлері шайлап жыртылып кетеді ғой. Жыртылып кетеді. Сіңілісі көріп қалады да, ренжиді ғой. Не істедің дейді, өтек лақтырады. Өтек лақтырмайды, бірінші өтік тоқта тұрады, соны суырып асықпай лақтырады ғой, айтшы сол жерін. Қызық, тыңдашы. Өтік тоқта суырып. Тыңдашы. Қолына ора уатты, соны лақтырады, апасының басына тиеді ғой. Апасының маңдайы көкмек болып кетеді. Жоқ, бірден көгермейді ғой, қумаш. Бірінші айна қарайды, қызарып тұрады, содан кейін дейді, айтшы сол. Тыңдашы, қызық мынау. Лақтырады ғой. Бүйтіп бір түрлі отырады, бүйтіп қарайды ғой. Көгерген біледі де, апасы бүйтіп құлап батады ғой. Қорқтың ғой, айтшы да. Қорқтың ғой да. Айттың ғой сен, Ақтөбеде болған жағдай деп, Шымкентте қоймайсың, Ақтөбеден қыздар. Жандарем, рахмет. Қымбат достар, негізі біздер жоғары лигада 4-ші жыл ойнап жатырық. Шынымен 4-ші жыл ойнап жатырық. Біз бастағаннан бері қазір көп нәрсе өзгеріп кетті. 4 жыл бұрынғы көрермендер жоқ қазір. 4 жыл бұрынғы ұйымдастырушылар да жоқ, алуалар жоқ. Ұйымдастырушылар жоқ. Біз қалдық қой 4 жылдан бері. Біз қалдық, қазылар алқасының өзі өзгерген ғой. Өзгерген. Біздің кезімізде қазылар алқасы қалай? Біздің кезімізде қазылар алқасы, сен действительно қазылар алқасы.
бір бол о кісілерде интрига жоқ еді ғой. Жоқ еді ғой интрига. Сәлем десе ойнап болғаннан кейін келесі турға өткеніңді берік уәлидің деп отқанда біліп қалатын едік қой. Біліп қоятын еді. Бірақ негізі ауысқан жақсы болды ол кісілердің. Неге? Сол кезде 1-8-ге ұшып кете беретін еді қой. Түка осы кісілердің арқасында финал көріп жүр қой. Сіздермен болған Боранқұл, бұйыртса көрсеміз. Рахмет, сәлемдесу аяқталды. Енді келесі сайысымыз сұрақ жауап. Командалар сахнаға. Сәлемдесу жоғары пай 5, Сәтпаев құрамасы Қарағанды облысы. 4, толық 4 пай. Оқымпу Шымкент. 4,6 пай. Тесо Кейзет. 4,6 пай. Ару Кейзет. 5, толық 5 пай. Элемент Семей. 4,8 пай. Боранқұл Маңғыстау. 4,8 пай. Келесі сайысымыз сұрақ жауап. Менің алдында ұйымдастыру алқасы дайындаған сұрақтар келіп жауап берулеріңізге болады. Сәтпаев. Қошеметте отырайық. Тағы да қайырлы кеш, достар. Сұрақ. 7 атасын білмеген жетесіз, 6 атасын білмегенді қалай атауға болады? Алтасыз. Сұрақ қойып үлгерсін. Элемент Семей. 7 атасын білмеген жетесіз, 6 атасын білмегенді қалай атауға болады? Біреу жетпейтінсіз. Еще раз, Настя. Оқымпу. Жақсы. 7 атасын білмеген жетесіз, 6 атасын білмегенді қалай атауға болады? Оны да жетесіз дейсің, о басқа не дейсің? Сәтпаев. 7 атасын білмеген жетесіз, 6 атасын білмегенді қалай атауға болады? Алтоха. Рахмет. Оқымпу. Қошеметте отырайық. Шоқан Уәлихан 22 жасында Қашқарияға саяхат жасады. Ал сен 22 жасында не істедің? Боранқұл. Шоқан Уәлихан 22 жасында Қашқарияға саяхат жасады. Ал сен 22 жасында не істедің? 22 жасымызда 1-8-ден ұшып жүрдік қой. Сәтпаев. Шоқан Уәлихан 22 жасында Қашқарияға саяхат жасады. Ал сен 22 жасында не істедің? Туаңын тойладым. 1, 2, 3, 4, 5, 6 адам кірді. Арқалық. Шоқан Уәлихан 22 жасында Қашқарияға саяхат жасады. Ал сен 22 жасында не істедің? Мен 22 жасында жастары жылына жеттім. Элемент Семей. Шоқан Уәлихан 22 жасында Қашқарияға саяхат жасады. Ал сен 22 жасында не істедің? Шоқа сатып алдым. Тесо Кейзет. Шоқан Уәлихан 22 жасында Қашқарияға саяхат жасапты. Ал сен 22 жасында не істедің? Масқарияға саяхат жасадық қой біз. Болды, рахмет. Кел, қыздар. 2 министр бір сыныпта оқыған, ал сен кіммен бірге оқыдың? 92-де Смайылмен.
Екі министр бір сыныпта оққан. Ал сен кіммен бірге оқыдың? Старшынмен оқыдым мен. Элемент Семей. Екі министр бір сыныпта оққан. Ал сен кіммен бірге оқыдың? Бірінші атаман болдым. Тесо Кейзет, Алматы. Екі министр бір сыныпта оққан. Ал сен кіммен оқыдың? Түрімнен қарап біле берсе кіммен оқығанымды. Қаңғыбастармен оқыдық қой. Әйгерім болды, рахмет. Тесо Кейзет. Тақиян қайда? Ойыннан кейін не істейміз? Сұрақ бұл. Арқалық. Ойыннан кейін не істейміз? Сен сұрақ арқалықтың бюджеті сияқты oldu ғой, қысқа нұсқа. Ойыннан кейін барлығымыз не істейміз сонда деп қойың керек еді. Қалайсың жерлес? Сұрақ. Ойыннан кейін не істейміз? Мен үйге қайтам. Сәтбаев. Ойыннан кейін не істейміз? Сәтбаевқа қайтамыз. Рахмет. Боранқұл. Менімен неге көп әзілдесейсіздер? Сұрақты қоюшы Көпен Әмірбек. Сұрақты қайталап жіберейін. Менімен неге көп әзілдейсіздер? Сұрақты қоюшы Көпен Әмірбек. Менімен неге көп әзілдейсіздер? Сұрақты қоюшы Көпен Әмірбек. Неге нормально ғой? Дананы жігіт. Менімен неге көп әзілдейсіздер? Сұрақты қоюшы Көпен Әмірбек. Әзілің жарасса зөмаңмен ойна дейді екен ғой мынау. Павлодар жақтың қазақтар. Сізбен сөйлеспесек шәуілдерді ұрсат маған. Күлкілі жауаптар болсыншы. Ал, Боранқұл. Менімен неге көп әзілдейсіздер? Сұрақты қоюшы Көпен Әмірбек. Басқалар прикол түсінбейді. Жақсы, ал. Және соңғы элемент Семей. Ішпейді, шекпейді, жұмысы бар. Қыздарға досынды тағы қалай жарнамалайсың? Ішпейді, шекпейді, жұмысы бар. Қыздарға досынды тағы қалай жарнамалайсың? Элемент. Ішпейді, шекпейді, жұмысы бар. Қыздарға досынды тағы қалай жарнамалайсың? Әйел жоқ, бала жоқ. Оқымпу. Ішпейді, шекпейді, жұмысы бар. Қыздарға досынды тағы қалай жарнамалайсың? Сотталмаған ол. Басқа жауап бар ма? Ару Кейзет. Ішпейді, шекпейді, жұмысы бар. Қыздарға досынды тағы қалай жарнамалайсың? Ойбай, олар қызыл кітапқа енген шығар, нөмір болса беш бізге. Рахмет, осымен командалар аяқталды. Келесі сайысқа дайындала берсеңіздер болады. Қазақстан КВН одағы атынан Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатына алғысымызды білдіреміз. Республикалық жоғары лига сайыстары Жас Отан жастар қанатының қолдауымен өтуде. Сұрақ жауап жоғары ұпай 5. Сәтбаев құрамасы 3,4 ұпай. Оқымпу Шымкент 5,4 толық 4 ұпай. Тесо Кейзет 4 ұпай. Ару Кейзет 3,6 ұпай. Элемент Семей 5,4 4,4 ұпай. Боранқұл Маңғыстау 4,2 ұпай. Келесі сайысымыз көрініс сайысы.
Ортада Оқымпу құрамасы. Достар, сонымен көреміз, өте арзан әуе компаниясы. Құрметті жолаушы азаматтар, дәл қазір сыртқы ауа температурасы +15, іште +45. Одан соң қанатта отырған жолаушылар салонға кіре берсеңіздер болады. Біз самолетті оталдыратын кнопканы тауып алдық. Рахмет. Кеттік. Ұшайын дедік па? Ұшайын дедік па? Жоқ. Тез ұшыш, рөлді киіп баратыр қой. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать на борт самолета авиакомпании Zing Air. Согласно требованиям безопасности, необходимо отключить мобильные телефоны, компьютеры, радиоэлектронную аппаратуру. Напоминаю, что курение на борту строго запрещено. Спасибо за внимание. Dear ladies and gentlemen, welcome aboard of Air Canada aircraft. You can lyrical state to switch off your mobile phone, computer, radio and electronic devices. We remind you that smoking on board is strictly prohibited. Thank you for your attention. Bye. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur ce vol. Vous voyagez avec Air France. Nous allons à présent indiquer les comptes de sécurité. Évitez que je vais cadrer ces brotiers. Je range votre tablette. Merci d'être attention. Au revoir. À la prochaine. Қарындас, біз Шымкент пен Түркістан ортасында жүретіміз білесіз ба? Кешіріп қойыңыздар. Құрметті ханымдар ва жамаблар. Zing Air самолетіңге хош келіпсіздер. Iltimos, telefonlaringizde, kompüterlaringizde va önlaringizde o'chirib qo'ying. Hammasiga rahmat. Мынау бізде істей ма? Зор кондуктор екен, Кондуктор емес, стюардесса дейді. Біз ұшақтамыз, біз пилотпыз. Ұшақ басқарып бара жатырмыз. Білем. Танысып қойық. Танысайық. Ту-144 әуе кемесінің борт командирі Бердібек Өсер. Жігіт сұлтаны 2017 созақ. Уәли Әли Делағави. Әкем француз, созақта мал шаруашылығымен айналысады. Яғни мен бағат сол. Әли дейсің ма? Таныс қой мұна аты жөн. Сен ана пилот емессің ба? Астанада алдыңғы дөңгелексіз самолетті қондырған. Мен сол. Сол туралы айтпыш, пилоттардың арасында біраз әңгіме болдың ғой сен? Ой, оны не айтатыны бар? Қалай болды? Алдыңғы болуын шығаруды ұмытып кетіппін. Сөйтіп? Болды. Құрмет жолаушы азаматтар, дәл қазір біз Самарқанд қаласының төбесінен өтіп бара жатырмыз. Жол жүру километр 190 километр, ұшу уақыты 24 сағат. Жерден 1 метр биіктіктеміз. Сақтық шаралары үшін іштеріңізден дұға тілеп отырыңыздар. Дәл қазір сіздерге біздің стюардесса кешкі ас тарататын болады. Эконом класстағыларға бізде су, бизнес класстағыларға стаканмен су. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет. Жігіттер сіріңке бар ма? Сіріңкесіңіз не алайын демең оны? Темек шеген деген. Там бұрмасаған бұ жүр? Ой, берсе, терезеңді ашып берсе, шегенімізді лақты жүреміз о. Терезені ашамайым мен, сыртынан күліңкімен ұрып тұстаған. Оның үстіне 12 метр биіктікте кетіп барадық, терезені ашатын болса білесің ба не болатын? Сырттағы ауамен іштегі қысыммен бірге самолет құлайды жерге қарап. Лақты жүреміз ғой, ештеңе. Болмайды бар, орныңа бар. Онда мен жаба салайын, Ой, бір самолеттің билеті 500 теңге дегеннен қорыққан ем. Кеп қалдық ау дейме? Кеп қалдық қой. Сол біразға кеп қалдық негіз. Мен 2001-де мектеп бітірдім. Сөйт 4 жыл оқыдым. Мектепте завуч болып істедім. Біразға кеп қалдым ғой мен, Түркістанға кеп қалдық па деймін? Қондырайық.
Немеге газбен дұрыс бірге басып жатсың? Скриншот жасайын деген ғой самолетке. Құрметті жолдас азаматтар, біз дәл қазір Түркістан әуежайына сәтті қондық. Сырттағы ауа температурасы ішке қарағанда дұрысырақ. Кешке Шымкентке қайтатын кісілер болатын болса, сағат 8-де осы жерде жиналамыз. Көбірек адам ала келіңіздер, самолетті итеріп оталдыру керек. Рахмет. Оқымпу құрамасы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Университет ректоры Оңалбай Аяшұлы Аяшев мырзаға. Жалғастырамыз. Көрініс ортада ару.kz, Арқалық, Қостанай облысы. Түлектер кездесуіне күйеулері кафеге жібермей қойған қыз келіншектердің үйдегі отырысы. Неге сенің үйіңе жиналып жатыр? Енді мен ата енем сенің үйінде қонақта емес пе? Қойш біздің үйде қонақ болып жатыр ма не? Отыр енеңнен сұрап алдым осында көмектесу үшін деп. Қыздар, бүгін кім болып жиналамыз? Үшеуміз, сосын Айгерім келеді. Сонда Айгерімге бола дайындалып жатырық па не? Қыздар, ана умаликтің астына судың төкпегесінер тоқапты ғой. Сен күйеуің жіберетін еді ғой кафеге, сен неге бармағансың? Мен күйеуім өзімнен 2 класс жоғары оқыған ғой, біледі ғой баяғыда қандай әңгімелер болған. Қойш кезінде брейкдансқа қатысқан біліп қалдым, не? Қыздар, бүгін кімге отырамыз? Өзіміз жалғыз ба? Иә. Асығып тұрмын. Көрші монша жағып атым дейді, бала шағаны суға түсірсем ба деп. Сосын қыздар бірден келісіп аяқшы. Біз әңгімен басын бастаймыз да, артын ұмытып кетеміз. Одан да сыныптағы балалар туралы айтайықшы. Иә, қыздар, сол сыныптастар демекші, естерінде ме? Біздің сыныпта Айдана мен Дархан бар ғой. Екеуі кезінде 8 жыл бойы жүріп, мектеп бітіргеннен кейін үйленіп 1 жылдан кейін ажырасып кеткендерін ес? Екеуі бір-біріне іштеп пысқан ғой. Айттың 9-шы класстан асықпай бастаңдар деп. Сен не күліп отырсың, жетісіп, сен баяғыда диктанттан 3 алып, мен адам бола алмай шығарым деп жылайтын едім ғой. Сен қайта бір жөні дұрыс бір жігітке шықтың да жағдайын төртіп шығып алдың, бірақ. Мынау Мына білесіңдер ма, бесікке оққан қыздардың күйеулері алкаш болып кетті дейді. Қой, мен күйеуім ішпейді қойған. Оның үстіне қыздармен кілең бесікке оққан жоқпын ғой. Геометриядан 4 емес пе мен деген? Мен сен емес, айым туралы айтып жатырмын. Иә, бірақ оның күйеуі ішеді. Ой, қыздар, қойындар, сендер жаңалық естідіңдер ма? Қандай? Біздің тамаққа қосып жүрген тұз бар ғой. Соны бір қайнатып ішсе, бүйректегі тасты кетіреді дейді. Кетей, оны кім айтып жүр? Интернеттен оқыдым, интернетте оқыңдар. Тұнып тұрған шындық жазып қойған. Интернетке сенбеңдер. Ол жерде әрбір адам ойына не келеді, соны әңгіме жаза береді. Сендер телевизор көріңдер. Бар шындықтың бәрі, бар тәрбиенің бар сонда. Ол жерде оққан, тоққан, дипломы бар адамдар жұмыс жасайды. Өткенде бір бағдарлама болдым, келі келінім деген. Мен соны көріп көзім ашылды. Не деген тәрбиесі зор бағдарлама. Біз таңертең тұрып сәлем саламыз ғой, сол қате екен. Таңертең тұрып сәлем салу керек емес. Сосын абысыныңызбен ренжіп қалсақ, сіздің жолыңыз үлкен ғой, кешіріңіз деп қоя саламыз ғой. Ол қате. Абысының шашынан ұстап, тізеге екі беріп, үйде қуып шығу керек. Сосын біз кезінде күйеуге шығар кезде, отбасын, бала шағам деп таңдап сол үйде қалдық қой. Қазір олай емес, миллион теңгені таңдап кетіп қалуға да болады екен. Мен көзім ашылды сол бағдарламадан. Кім айналайын, қоя ғой. Андағы өтірік, андағы Америкадан ұрлап алған бағдарлама дейді ғой. Жаңағы Джессика мен Майкл дейтінге жарасатын болар, біздің қазақтың қаракөз қыздарына қалай жарасады ол? Қошей, кім айтып жүр ол саған? Алдында қыз келіншектер болып қосылғанда Айгүлдің үйінде бәрі өсек қып айтып отыр. Осы өсек жақсы негізі бар ғой. Арасында шындығы бар. Кішкене фантазияға да орын бар ғой. Қыздар не ма? Кімде лак бар? Оны не істейсің? Анау ыдыстың астына әріптер жазайын деген ғой. Жазуы бар еді ғой? Сол өшіріп қайт жазу керек болып отыр ғой. Неге? Енем латын әліпбиіне көшеміз деп жатыр. Қыздар, ақыры отыратын өзіміз онан қалай ұстай торап соғып аткен ғой.
оны бар ғой негізі кафеге жасай салу керек еді осы столды. Сен неге ойланбай сөйлейсің? Кафе жасайсың, ішесің, жейсің, бүкіл соның ішінде қалады. Сен одан да үйге шақыр қонақты. Ремонтың жасалып қалады. Қонақтардан кейін тамағың артық қалады. Оны 2-3 күн жылытып тағып жейсің. Одан ақтөсте саған риза. Сосын білесің бе? Әрбір жуылған ыдыс-аяқтың ырыздық несібесі көп дейді. Алло? Ау ене, келатсыздар ма? Жақсы, аға келе беріңіз, дайын тұр. Кімге жатыр? Енем ғой, ана үйден қонақтармен бірге осы үйге келеміз дейді. Жүріңдер анда қыздар біз үйге барайық. Не істейміз? Ыдыс аяқ жуып ырыздық несібе жинамаймыз ба? Көбісі қыз келіншектердің әңгімесі қазан ошақтың басынан әрі аспайды деп айтады. Бірақ қазан ошақтың басында отырып, біраз әңгімен басын қайыруға болады. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен жан-жағын бақылап, блокнотқа түртіп жүретін Ару Кезет арқалық. Ару Кезет командасы АБ Продакшн компаниясына өз алғыстарын білдіреді. Қазақстан КВН одағы атынан Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне, Астана қалалық әкімдігіне алғыстарымызды білдіреміз. Республикалық арнайы жобалар осы министрліктің және әкімдіктің қолдауымен өтеді. Жалғастырамыз. Ортада Боранқұл, Маңғыстау. Құрметті достар, қазіргі таңда кейбір ғалымдардың зерттеуі бойынша жан жануарлардың өздері де өзара сөйлесіп, түсініседі екен. Сонымен теңіз деңгейінен 2300 метр тереңдікте балықтар. Келе ме? Күте тұр. О, балықбас қалай жағдай? Қалай балықбас? Ойне өйтіп құрсын. Жылу жүрді ма, қарыш? Сүйір шығып жылу өкпетті, қарыш? Еті ғой, қосқан жоқ жылуды. Кет бар, Не істеу, шауыпыр тістеп алайын ба? Тісте олшы ма? Жеріне олған сен? Ой, қызық болды мынау. Қандай? Кеше түнде екілерде балықтармен отырып келатым ғой. Нормально келатым өзім. Екілерде келатырмын, құрт тұр ғой алдында. Құртқа барып жағалсам ғой, мынадан алып кетті қарт қарай. Бет шығып кеттім. Қашып кеттім былайынан. Не істеп жатсың? Маз жағып жүрмін қазір. Маз? Вау! Пиранья! Ол кім әжінді ме? Құрдас балық қой. Қазір мұхитқа барып киноға түсіп көтеріп кетті қазір. Танин! Привет. Пирани! Мықты желбезек тағып алған мұхитқа бар ба? Мықты. Кезінде оққан балықтар ғой. Кезінде оққан балықтар мұхитқа кетті, киноға түсіп. Біз қасқа оқымағандар көлшікте қалдық қой. Не от қақылып болдың ғой? Балық жегенін қылқан тұрып қалды тамағыма шықпай. Қалайсыңдар? Жақсысыңдар ма? Амансыңдар ма? Көлге демалысқа келдім сол. Жайлап демалысқа келіп, сендермен әңгіме айтып кетейін деп. Айтпақшы қайда? Алтын балық қайда? Алтын балық. Жүр ме? Алтын балық. Алтын балық жүр ғой, кез келген балықтың үш тілегін орындап. Кетті ма? Жұтып қойып қой. Сен айтпақшы мұхитта қайықтары көп бір русалдың қолына кіріп алды дей ма? Қой жоқсың, махаббатпен екеуміз бір-бірін жақсы көріп үйлендік қой құрсын. Өзіңе жасы үлкен русалдың қолына кіріп алып, құқық кетіп жүрген дейсің ғой жерде. Пиранья, сен мұхитқа барырсың, киноға түссің. Ана Спанч Боб, Патрик бәрін көресің бе? Бәрі құрсын, бір студиядамыз ғой, бәріміз дейтін. Қалай жағдай ма, бәрімен күшті? Қандай шын өмірде қандай олар? Құрсын, қарапайым, ақ көңіл губка ғой құрсын. Губка дейді, Спанч Боб губка болмайды сонда? Мұны екеуі жүзіп жүр ма не? Бұл екеуін жүзіп жүргене 3 жыл болды ғой құрсын. 3 жыл болды? Ана бал қатын болмайды айтайын. Неге? Мұнаның туған апасы бар ғой? Ұясында отырып олдық шашып кеткен ғой? Иә, дейм. 3
ұясында отырып уылдырық шашып қойған, ал желбезегін кесіп ал. Ағасы кетті, ағасы кетті. Пираненші, қалайсың, барсың ба? Базар жоқ, ютубтан көріп тұрам, көтеріліп кетсің, базар жоқ. Базар жоқ, пиранке. Пот отса, жеңгең жаман жақсы көресің, Таста, брат, таста. Рымаш тұршы. Базар жоқ, мұхитта біздің көлдің атын шығарып жүр дейді сені. Мықты. Өнерің өркендерсің. Балықбастар сендер көрінбейсіңдер о көлде. Барсыңдар ма, жүріңшеші, хабарласып. Жоғар жақта ауда үлкен балықтар бар дегенде хабарласып, не керек, не керек емес екен. Не керек емес. Жоқ болып кетпей. Бұрмай қош. Хабарласып тұрың. Давай, пирани. Түрі таныс, кім еді, но? Аквариумде 7 жыл отқан балық қой. Баяғыда аквариумға түскен кезде жылап еді, ойбай келетін жер емес екен деп. Талай жем шашып көмектесіп едік, шыққандай өзін шөп кетті кәдімгі. Өзін шөп кетті. Көл не болып кеткен? Ласкан. Кім қарамай ма оның? Айтпа, қараусыз қалды ғой қазір. Қойш? Біз өшеді ешкім қарамайды қазір. Шаң, баклашка мына жер дейтін. Бәтеңкілер жүр мұны. Белсебеттер жатыр анаяқта. Мұздың үстінен түсіп кеткен. Керісіп қалған адамның сақиналары. Дым дамымаған ғой көл деген. Қалды ғой сол күй. Қарай енді, қызыл балық азайып жатыр дейді да. Қызыл балық күннен азайып жатыр дейді. Қайдан азаймайды? Шашқан әрбір олдырығының біреуіне 16 горохтан береміз дейді. Ал бір олдырыққа 16 горох не болады ол? Жетпейді. Жетпейді ғой. Жетпейді қойш. Шашты қой талай. Сосын осыны айту керек болды амалсыз. Көбісі өтіп кетіп жатыр осылай. Ренжімеңіз. Бізде өткіміз келеді. Көрдіңдер ме? Несі қажет ол деген? Акула қайда барып отыр осының бәріне? Міне, осы мәселенің бәрін қозғаған кезде кәдімгідей жағаға шығып кетті. Тоқта. Желбезегің бас асықпа құрсын. Нолар, кімдер но? Қазір қараусы қалды, осы балдар сау болсын. Кімдер? Осы балдар жинап кетіп тұрады. Жасыл елдің волонтерлары ғой, жүрмейтін жерлер жоқ, жинап жүреді әйтеуір. Құрметті достар, бізде демеуші жоқ. Байқап тұр ғой, кардоннан, скотчтан біліп тұр ғой. Ама достар, жалпы бұл әзілмен не айтқымыз келді? Ештеңе айтқымыз келген жоқ. Балық болып не айтасың? Сіздермен болған Боранқұл бұйыртса көрсеміз. Боранқұл құрамасы Ақтау қаласы әкімдігіне, Ақтау қалалық қоғамдық даму орталығына өз алғыстарын білдіреді. Жалғастырамыз, көрініс сайысы біздің уақыт ортада Сәтбаев құрамасы Қарағанды облысы. Қоғамдық орында тәртіп бұзған жандарды түзету жұмыстарына жібереді. Олай болса көреміз. Сәтбаев қаласы, Құрманғазы атындағы филармония. Шіркін ай, дударайым, дудамай. Бәрекелді жігіттер, жақсы. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Сізде жоғарыдан звондады ма сіздерге? Түзету жұмыстарына 2 адам. Сол екеуі біз ғой? Звондады, бірақ мен түсінбей тұрмын. Неге филармонияға жіберген? Біз кезінде ана айтқанбыз ғой аға. Бұрын ана көше сыпырса, талак десе, қазір филармония. Бұрын Аққу деген жынды дуэт болған. Сол біз Аққу. Жігіттер түсінбедім. Неге Аққу? Біз өйткені барлық барған конкурстардан ұшып кете береміз. Жігіттер енді әртүрлі конкурстарға барыпсыңдар. Үлкен сахнада өнер көрсеттіңдер. Талай үлкен сахнада өнер көрсеттік қой біз. Біз осыдан 2 ай бұрын Ерке Есмаханның концертіне шығып, алдындағы разогревке шықтық та дәң еткіздік қой. Сендер енді халықты қыздырған шығарсыңдар. Халықты білмеймін.
еркені плотно қыздырып тастадық қой. Дәл осылай еркені қыздырып тастадық. Жігіттер, енді түзету жұмысына жіберген шығар. Енді көріп тұрсыңдар, бізде филармонияда әртүрлі аспаптар бар. Ой, аға, аспапта ойнаймыз. Біз тәртібіміз нашар болғанмен аспапта ойнай береміз. Кез келген қазақ домбырада ойнай білу керек. Дұрыс па, аға? Ей, ол ма? Ойнай береміз. Тұршы едім, кетші. Сен қай жер? Біз кез келген аспапта ойнай береміз ғой. Біз еркенің концертін қыздырғанбыз ғой кәдімгідей. Халық бізді кәдімгідей тағы да шыға бер деп еспан тұсап, айтсаш тағы да деп ше, шықтық та халық бізден қайталады. Халық біз қолдаймы? Мағандықтарыңызда қолдайды ғой. Аға, біз кез келген әнді орындай береміз ғой, аға. Кез келген ән, кез келген нота, кез келген өлең. Жайдарман жақын кел. Осыған плагет қой? Біз ғой автор. Менімен биле, денеңді боста, сені іздедім, үмітті үзбедім. Моя малышка, твоя улыбка, ең әдемі, самая вышка. Қалай жай табам, көк аспаннан, жаңбыр баяу, төгілгенде. Just my universe, just my universe, Туған жерім менің, думандалы елім, қандай шырын сезім. Туған жерім менің, отаным бұл елім. Бәрі плагиат қой, көрдің ба? Жайдарман деген әннен алып тарс ұра берген ғой. Ойын соңында. Мама, Астанаға, бірді 8 ойынға, біз келдік Сатпаевтан. Егер өт алмасақ, халыққа ұнамасақ, әндетеміз басқаша. Көпен көке, бес көтеріңізші бізге, қайтарат шығарсыз, пицца бердік қой сізге. Боцақ, деп боцақ. Я люблю тебя, красавчик Тамаша. Құрмет достар, сөз соңында. Талант бар, таныс жоқ деген бос әңгіме. Таланттылар әрдайым биікте тұрады. Рахмет. Ол да бос әңгіме. Сатпаев құрамасы Қазақмыс корпорация басшылығына, кәсіп қорған кәсіп одағына және жастар болашақ одағына өз алғыстарын білдіреді. Жалғастырамыз. Ортада өздерінің көрініс сайысымен Teso.kz Алматы.
Құрметті достар, бұл біздің көрініс. Жоңғар мемлекеті 87 жылғы Габаш братанның навесінің алдында, яғни күркесінің алдында. Кеттік. Сөйтіп баратсам, таудың бөктерде осы қыз тауып алдым. Жіберіңдер, босатыңдар қолымды, босатыңдар. Сен қолыңды ешкім ұстап тұрған жоқ. Ей, үніңді өшіріп отыр қазақтың қызы. Өшірмеймін үнімді. Әттен қазақтардың батыр болғанда көздеріңді құртар еді. Ей, сен бізді қазақтың батырларымен салыстырма. Біздің арқамыздан жебе кіріп кетсе де, кеудемізге найза кіріп кетсе де, қыңқ етпейміз. Үндемейтін батырмыз. Не болды? Ештеңе. Габаш, мен шотыма жас қой, қазақтың бір батыры. Бұдан кейін кешіктірмей әкел, пенең өсіп жатыр. Мұнан бетін жауға келес, бетін ашайық. Бетін ашсақ. Айт кен. Былай аша берекші. Жеме, тұрғы мұны, түріне әдемі қылу үшін былай, челленджмен ашайық. Мынандай әсер етпейді маған. Аға, келдіңіз ба? Қазақ. Жаным қарындасым ойымдама ешқандай да Ей, қазақ. Ей, сен кімсің? Кімсің сен? Қазақтың батырлары деген жауырындары тоқпақтай, иықтары қақпақтай болып жет. Қандай батырсың сен? Танып қой, мен атақты инкубатормын. Ойбай, мен экскаватормын мен. Трансформатормын мен. Ей, болды қой, ей. Қазақтың батырсымағы біздің шекарадан асып не істеп жүрсің? Сенің шекараңа мысал ретінде айтайын. Мысал ретінде. Біздің шекараға сендердің қыздарың кірсе, қандай күйде боласың? Бірақ шынымен барып... Сондай ғой менде, сондай. Дұрыс сен, сөзден жеңіліп атық, бір нәрсе табайық нағы, не? Аға. Қарындасым, мына менің шалбарымның артқы қалтасында бритва бар, ал. Бұл мұздай ғой қолың, өй. Бритваны ғана алса, бритваны. Алдың ба, енді, тіл енді. Бұл, қаяқ тіл батсың, өй. Ой. Не істеп атсыңдар, тұр. Ұстамаш мені. Екеуінің біреуге жабылғандарын елден ят болар. Күркенің ішіне кіріп төбелесейік. Бізге бәрібір, екеуміз кеттік. Мен осы жеңісімді үйдегі ата-анама, бауырларыма жолдаймын. Және 412-ші әскери дивизия жебе сақшыларына. Бәріне жолдаймын. Өте керемет ойнап шықтыңдар. Молодец, мінекей мына қарындасым, кеш айналайын. Өте керемет ойнап жатыр жаңағы. Қазақтың қызын, ой, жаса айналайын, атыңды да білмеймін. Мынау жоңғардың жігіттері мінекей. Жоңғар кім екенін білмесе де әйтеуір соны сомдап, не қылып жатыр жаңа. Ар жақта екі көзі мөлтілдеп, мыналардың орнында болсақ, айырып тастар едік деп. Мамашкілер көрсе не деп айтамыз деп, олар да жүр мінекей. Бәрекелді. Олай болатын болса көрініс өзіме ұнады. Әділ қазылар. Енді ұпай сандары.
Құрметті көрермендер, біздің осы көріністен нені ұғуға болады? Байқайсыздар ма? Кезіндегі батырларымыз да біздің қарындастарымыздың шекараға асып кетпеуін қадағалаған екен. Сондықтан да әр қазақтың қыздарының киімдеріне андай торговый центрде де тықылдақ болады ғой. Шекарадан өтіп бара жатқан кезде Болды. Теза газет. Рахмет. Тесо Газет командасы Тесо Газет компаниясының басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Және соңғы көрініс ортада Элемент Семей. Қымбат достар, Виктор Гюгоның шығармасы Нотр-Дам де Париж спектаклі біздің нұсқада. Оқиға болды Париждағы, кезікті сыған қызы тағы, сүйкімді Эсмеральда. Ару емес ертегі, өзі ерке өзі дара, жашанымды өртеді, мөлдір тұнық көзі қара. Мейлі, шайқа тағы да шайқа. Эсмеральда, сізді балашат дейді ғой. Иә? Ашып беріңізші. Рахмет. Эсмеральда, сіз сахнаға шыққан кезде микрофонды тексерді деген рас па? Рас, твада. Ар жақта сығалап тұрған жігіт кім? Квазимода ма? Я, Квазимода, я. Бәріміз бірге. Я, Квазимода, я. Балкон. Я, Квазимода, я. Қалайсың, бүкір? Ақындап шүкір. Эсмеральда, мен саған палау әкеп бердім. Рахмет, бірақ неге гүл емес? Мен сен гүл жейтінді білген жоқпын. Эсмеральда, сен осы құбжықпен кездесіп жүрсің ба? Құбжық деме, мен де сендер сияқты французбын. Өтірік алдап тұрған жоқсың ба? Жоғи. Французша тағы қандай сөздер білесің? Мбаппе. Қанша жерден француз болсаң да, сен құбжықсың. Ей, неге мазақтай бересіңдер? Я ол құбжық, я ол бүкір, я ол түк көрмеген жабайы. Я ол қорқынышты. Не болды сонша? Рахмет, Эсмеральда. Бірақ келесі жол мен қорғамаш. Эсмеральда, кеттік екеміз адам аз жерге барайық. Экспо ғимаратына ма? Жоқ, сахнаның артына. Эсмеральда. Квазимода. Эсмеральда. Квазимода. Эсмеральда. Квазимода. Болды, атын жаттап алдым. Эсмеральда. Қара, мен не істей аламын? Квазимода, оны негіз ұстайды ғой? Әзірге осын ғана үйрендім. Эсмеральданы тұтқынға алыңдар. Чё там, не болып кетті, чё там? Не болып кетті? Эсмеральда, сенде екі таңдау бар. Менікі боласың, немесе өмірімен қоштаса бер. Фрова, Эсмеральданы жібер, 415 кейін санайым. 1, 2, 3, 4. Арада 1 секунд өтті. 6, 7, 8. Арада 10 секунд өтті. 19, 20, 21. Арада жарты сағат өтті. Шатастырып жердің ғой. Квазимода, менің жолыма тұрма. Маған бөгет жасасан, мен сені қайтадан 1-ші сыныпқа беріп тастайым. Онда қазір программа қиын. Эсмеральданы жібер, қорқақ. Қорқақты айнадан көресің. Эсмеральданы жібер, сүмелек. Сүмелекті айнадан көресің. Эсмеральданы жібер, красавчик. Жібермеймін. Онда жекпе-жек, бірақ алдымен мен ұстазым сөзді еске алып алайын. Квазимода бүкіремей отыр. Ертең өмір бақи бүкіреп қаласың. Өзінен көр, Фрова. Квазимода! Эсмеральда,
жібере сал, арқа тіреп тұр нормально. Эсмеральда, мен Семейдемін. Түсінбедім. Қара түнекті көріп тұрмын. Эсмеральда, мен саған кетерде бір ән арнайын деп едім. Бірақ даусым жоқ. Эсмеральда, мен бір уәдемді орындашы. Қандай? Бағанағы палауды ашытпай холодильникке сал қой. Жоқ, бізде холодильник жоқ. Қымбатты достар, оқиға желісі бойынша дәл осы сәтте басты кейіпкерлердің барлығы қаза табады. Бірақ та бұл біздің нұсқадағы көрініс болғандықтан, бізде барлығы басқаша. Квазимода жаман пікір қалдырмаңыз, оқиғаны бағалаңыз, есте сақта өтініш, бұл семейлі көрініс. Опа! Элемент Семей командасы өздерінің Астана қаласында тұратын Дархан ағаларына көп алғысын білдіреді. Командалар сахнаға. Бүгінгі сайыс туралы Дәулет Кәрібек. Ассалаумағалейкум, қадірменді қауым. Осы 3 күн қатарынан өтіп жатқан Жайдарман ойындары күннен күнге бірінен бірі асады, сен тұр мен атайын болып жатыр. Сондықтан да командалар сәттілік. Дана Нұржігіт. Дәке, тіпті интрига жасап жібердіңіз ғой, түк айтпай. Бүгінгі Жайдарман негізі Көпен ағамыз үшін ғана қойылған сияқты болды. Нағыз жұлдызы Көпен аға болды бүгінгі Жайдарманның. Бұл кісі жалғыз өзі отырса да ойнайтын сияқтысыздар ғой. Басқаларымыз керек емес. Бүгінгі Жайдарманның еске алып күліп жүретін әзілдері көп болды. Соның ішінде бүгінгі шоқандардың шоқасы бар. Масқарияға баратын шоқандар, 16 горох жейтін ұлдырықтар, Боранқұл. Жалпы мына мысал тілін өте жақсы қолдандыңыздар бүгін. Кир патшаның басынан қан ішетін инкубатор қайдасыз? Я. Түркістан, Шымкенттің арасында жүретін Зың Эйр. Өмір бақи есте қаларлықтай болдыңыздар. Сәтбаев құрамасы. Сізге тек рахмет қана айтқымыз келеді. Жүрек жұтқан жігіттер екенсіздер, мынандай сайысқа келіп отырғандарыңызға. Әлде де өсу керек жігіттер, кешіріңіздер. Еркін Мұхамеджан. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, қайырлы кеш жігіттер, қыздар. Тамаша ойын ұнады. Енді Дана әріптесіме сәл пәл ғана келіспеуге болады. Жаңағы Сәтбаевтың соңғы ойыны барлық өнерлі екенін көрсетті. Кәдімгі музыкалық тұрғыдан өте сауатты өнерлі екендерін көрсетті. Дауысты әр дауысты ұстап тұру бірін-бірінен. Және Шымкент пен Түркістан арасындағы ұшақ ол үздік. Боранқұл балықтар тамаша. Астарлы әзіл. Астарлы әзіл сіздерде өте керемет шықты деп есептейміз. Астарлы әзіл өте керемет, Боранқұл. Ару бірнеше жылдан бері бақылап келе жатқан команда. Тамаша сөздерінің астары да, өздері ұстауы да тамаша. Тек сіздерге біраз әлі кішкене сахналық ойын, экшн керек деп есептейміз. Келесі жолы ескересіздер деп есептейміз. Тесса,
актерлік шеберліктерің керемет, жаңағы қобыз қып тарту енді менің бұл көрінісімен көз алдымнан кетпейтін шығар көп уақытқа дейін. Менің бүгінгі тапқан командам элемент. Сөз жоқ, барлық жағынан. Еркебұлан Мырзабек. Ассалаумағалейкум, тағы да кеш жарық, құрметті достар. Маған Сатпаев құрамасы ұнады. Маған даже переходтары ұнады. Өте керемет ән айтады. Соған енді кішкене әзіл қоссаңдар, вообще күшті болатын еді. Рахмет, жалпы. Жігіттер, бүгін мүмкін дайындаған бағдарламаларыңыз кішкене сәтсіз болған шығар. Мүмкін жалпы әуенді әзілдерге әзірше көрермен дайын емес шығар. Әлде де келесі жылы сіздерге сәттілік тілеймін. Ары қарай ойнаңыздар, тоқтамаңыздар. Бұнымен өмірде Жайдарманда тоқтаған жоқ. Сіздер үшін әлі талай белестер ашылады деген ойдамын. Оқымпу құрамасы, сіздерге рахмет, шынақа көрінісілерін қоя беріңілер. Анаға сәлемдесу болмайды. Онша емес шыққан, көрінісілеріңіз гәбі жоқ. Ару кезет, керісінше өзгермеңіздер, осы стильді қалыңыздар. Сіздерде үлкен мықты Жайдарманда қолдана алатын қару бар. Ол тіл. Сіздер өте мәдениетті, керемет сөйлей аласыз. Әдеби тілде әзіл жеткізу, ол үлкен қару. Тек қана сол қаруды, мысалы, көрініс сайысында жақсы қолдана білсеңіздер, авторларыңыз болса, авторларыңыздың құлағына алтын сырға, соны жеткізе алсаңыздар, тіпті жақсы болады деген ойдамын. Тесо KZ, бүгін менің ойымша Тесо KZ'те жаңа ойыншы қосылды. Бека өте сәтті қосып алу, жалпы былайша айтқанда өте сәтті легионер алғансыздар. Және егер ес қара осы қарқында ойнай берсе, Жайдарманда менің ойымша жаңа феномен пайда болды деуге болады. Бірақ осы қарқында ойнай берсе, егер де осы қарқында әрмен қарай дамыта берсең, осы жерде тоқтап қалмай. Элемент, Боранқұл, сөз жоқ, бая қалпында профессионал, тек қана сіздерді финалға дейін осы деңгейді тоқтамай, армен қарай алып кетсеңіздер деймін, сіздерге үлкен рахмет. Жалпы ал барша бүгін ойнаған командаларға айтарым, сұрақ жауап өте қиын сайыс, оған қарқынды нақты дайындалып келсеңіздер, және де сәтсіз жауап болса, шығып жауап берудің қажеті жоқ. Бүгін жалпы сәтті ойнаған командаларға рахмет, сәтсіз ойнаған командаларға сіздерге де рахмет, бүйту керекте айтатын әңгіме болады. Рахмет. Көпен Әмірбек. Бәрі айтылды. Жалпы мына Жайдарманда баяғының батырлар секілді сәт сайын, сағат сайын, апта сайын өсу бар дегендей. Күнде күннен кешегі, алдың күннен кешегіден бүгінгі жақсы. Осы әсіресе мынау әзілді сатираны не алып шығады? Форма. Мінекей жаңа теңіздің астындағы балықтың өмірі бүгінгі халықтың өмірімен бірдей. Немесе мына карта ойыны, Шымкент университеті. Соны карта демей, үкімет деп ойнайықшы дейді, ал жүр дейді, жүр. Тарат дейді. Қандай әдемі? Үкіметтің таратылғанын айтып жатыр. Мынаны бас дейді, бас алмайым. Көтеріп жатыр. Соның өзі ештеген айтпаяқта көп нәрсені айтып отырғандығы. Ару KZ-ке мен баяғыдан бері жанашырмын өзім. Алғашқы келген кезінде осыдан 4 жыл бұрын жарқата қалған мінекей. Сосын бәсеңдет, бүгінде кішкене көтерілу бар, бірақ әлі биікке шыққан жоқ. Сендер жаңа айтып жатыр ғой, форманы өзгертпеңдер. Мына сөзді, өткір сөздерді көбейтіңдер. Сосын сендер де мінекей бой жетіп отырсыңдар, ертең 4 жаққа кетсеңдер, осы жабылып қалма деген қорқынышым бар менің. Ұстай алмай қаламыз ба сендерді деп. Сонда шәкірт тәрбиелеңдер. Сәттілік тілейміз. Жаңа өздерің айтқандай, әрқайсыңа қарап отырсақ, алатын қыздарсыңдар ғой. Соған ғой уайымдап жатқан Көпен ағамыздың. Бұл Ару KZ-тің өзі қыздарда анау неге бөлді ғой? Баратын қыз, алатын қыз деп. Ал баратын қыздан да, алатын қыздан да ең сорақысы қалатын қыз екен. Соны ашты ғой бүгін. Осы үшін де құрметтейміз.
Сонымен көрініс сайысы жоғары ұпай 5. Сәтбаев құрамасы. 3,5 ұпай. Оқымпу. 5, толық 5 ұпай. Тесо Кезет. 5, толық 5 ұпай. Ару Кезет. 5, 4,4 ұпай. Элемент Семей. 5, толық 5 ұпай. Боранқұл Маңғыстау. 5, толық 5 ұпай. Сонымен ортақ ұпай сандары 11,2 Сәтбаев құрамасы. Толық 13 ұпай Ару.kz Арқалық. 13,6 Оқымпу Шымкент және Тесо KZ Алматы. 14 ұпай Боранқұл Маңғыстау. 14,2 Элемент Семей. Негізі әр топтан 3 команда тікелей ширек финалға жолдамалатын еді. Бүгінгі сайыстан 4-1 команда тікелей ширек финалға жолдамалады. Себебі 3-ші орын алған 2-1 команданың ұпай сандары бірдей. Олар Оқымпу Шымкент, Тесо KZ Алматы, Боранқұл Маңғыстау және Элемент Семей. Қымбат достар, баршаңызға рахмет. Жайдарманның жайдар сайыстарына жолыққанша аман сау болыңыздар.